Достар, тауда тұру үшін негізі осындай формада тұрасыңдар. Бұны елка дейді. Болмаса қазақша атауы шырша. Сіздер тормоз ұстағанда осылай ұстайсыздар. Мінекей, слишком алыс емес, слишком жақын ашпайсыздар. Және де кәсенудің техникасын қазір сіздермен үйретемін. Достар, енді жалпы таудан түсу үшін зигзаг арқылы түсесіздер. Зигзагқа түскен кезде, қараңыздар, оңға бұрылатын кезде аяқтың 10 аяғы 80% күшті саласа, 20% сол аяққа. 10 аяқтың бас бармағын жай көтересіздер. Және де дененің оң жағын жаймен бұрасыздар. Сол кезде оңға бұрыласыздар. Кейін солға бұрылу үшін тура дәл сол сияқты, бірақ сол аяққа күш саласыздар. Сол аяққа 80% күш, 20% оң аяққа саласыздар. Зигзаг образный арқылы сіздер түсесіздер. Қазір кішігірім видеода, практикада көрсетемін, қалай екенін істелінеді. Қазір мен түсу үшін практиканы көрсетемін. Оң аяқты бұру үшін, оң аяққа мен салмақ бастым. Сол аяққа былай. Осындай зигзаг образный арқылы кәсем келе жатырмыз. Мен тік ұстап келе жатырмын, зигзаг образный. Оңға бұру үшін денемді бұрдым және оң аяқты күшке бастым. Сол аяққа дәл солай, мінекей. Сол аяққа күш салдым. Енді қазір оң аяққа күш басып бұрылдым. Енді қараңыздар, параллельно арқылы аяқты ұстап жүремін. Осылай. Sipping on back from the legs, say something. Never tell her back that I never stay running. Sipping on facts, damn, know I got stacks in the lab, taking pictures straight for nothing.